Сабақ тақырыбы биотикалық факторлар, қоректік тізбектер және қоректік торлар. Тірі ағзалар үйір немесе тұқым топ түзу арқылы өмір сүреді, мысалы аралар, құмырсқалар, термиттер. Тұқым топта әрбір ағзаның биологиялық рөлі әртүрлі. Кейбір омыртқасыз жануарлар жеке тіршілік етеді және ұрпақ жалғастыру үшін жұптасады. Мысалы тасбақа, дәуіт, тарантул өрмекшісі. Жануарлардың қоректену типтері бойынша бірнеше топтарға бөліп қарастырамыз. Өсімдік қоректілер немесе шөп қоректі жануарлар. Жыртқыштар немесе ет қоректі жануарлар, басқа жануармен қоректенушілер. Өлексе жегіштер немесе сапрофиттер, олар өлген ағзалардың қалдықтарымен қоректенеді. Паразиттер бірден өлтірмей тірі ағзамен қоректенетін жануарлар. Мысалы, өсімдік паразиттері жұлдыз құрт, жапырақ жегіш қоңыз, біте, тағы басқа. Ал жануар паразиттері бүрге, маса, бейт, қандала, жұмыр құрттар, тағы басқалар жатады. Қорек талғамайтын жануарлар. Олар өсімдікті және жануар текті қорекпен қоректенеді. Мысалы, аю, егеуқұйрық, шошқа, шимпанзе. Экологтардың пікірінше, өсімдік паразиттерін шөп қоректілермен, ал жануар паразиттерін жыртқыштармен біріктіреді. Ағзалардың барлығы қорек табуға ұмтылады, нәтижесінде қоректік бәсекелестік туындайды. Топ немесе үйірдің ішінде ең күшті қоректік бәсекелестік жүреді. Бәсекелестікті азайту мақсатында жәндіктердің көптеген түрлерінде тіршілігінің әртүрлі кезеңінде түрлі қорекпен қоректенеді. Мысалы, инелік дернәсілдері су қоймада тіршілік етіп, ұсақ су жануарлармен қоректенеді. Ал ересек инеліктер ұшатын жәндіктерді жейді. Кейбір жануарлар басқалар жемейтін азықпен қоректенеді. Мысалы, термиттер ағаш сүрегімен, ал түйелер жантақпен қорек етеді. Қоректік тізбек дегеніміз экожүйедегі ағзалардың бір-бірімен қоректену арқылы энергия және заттар айналымын қамтамасыз ететін тізбекті байланыс. Қоректік тізбек негізінде 3 топтан тұрады. Олар продуценттер, яғни фотосинтездеуші барлық өсімдіктер жатады. Консументтер, олардың өзі бірінші реттік және екінші реттік консументтер болып бөлінеді. Консументтерге жалпы жануарлар жатады және олар дайын қоректі тұтынушылар. Бірінші реттік консументтер шөп қоректі жануарлар, екінші реттік консумент жыртқыштар жатады. Үшінші топ редуценттер, яғни ыдыратушылар. Оларға бактерия, саңырауқұлақ, микроағзалар кіреді. Қоректік тізбекке мысал қарастыратын болсақ, жүгері продуцент, тышқан бірінші реттік консумент, үкі екінші реттік консумент. Сәбіз продуцент, қоян бірінші реттік консумент, түлкі екінші реттік консумент, арыстан үшінші реттік консумент. Дәл осындай реттілікпен жалғасып отырады. Редуценттер, яғни өсімдіктен, жануардан қалған қалдықтарды ыдыратушылар болып табылады. Бірінші қоректік деңгей продуценттерді өсімдіктер, түзушілер, өндірушілер деп те атайды. Қоректену типі бойынша автотрофты. Екінші қоректік деңгей бірінші реттік консументтер жатады, яғни шөп қоректілер, олар өсімдікпен қоректенуіне байланысты фитофактор деп те аталады. Үшінші қоректік деңгей екінші реттік консументтер жатады. Жыртқыштар, жануармен қоректенуіне байланысты зоофактор деп те аталады. Консументтер негізінде қоректену типі бойынша гетеротрофты, яғни дайын қоректі тұтынушылар. Төртінші деңгей қоректік деңгейге редуценттер жатады, оларды ыдыратушылар, деструкторлар деп те атайды. Қоректену типі бойынша сапрофиттер, детриттер болып табылады. Қоректік тор экожүйедегі барлық қоректік тізбектердің жиынтығы болып табылады. Мысалы, ана сурет бойынша қарастыратын болсақ, көбелек бірнеше өсімдікті қорек етеді. Ал көбелекті бақа қорек етеді. Бақа өз кезегінде инелік, шегіртке, көбелек секілді жәндіктерді қорек етеді. Яғни байқап тұрғандарыңыздай бір ағза бірнеше қоректік тізбектің құрамына кіреді.
Осындай күрделі қоректік тізбектер қоректік тор деп аталады. Ғалымдар бүгінге дейін ағзаларды, жаңа түрлерді ашуды жалғастыруда. Сондықтан қоректік тордағы орны әлі күнге дейін анықтала бермеген. Мысалы, 1938 жылы қазақстандық ғалым Селевин Қазақстан үшін эндемиктер жалманды таныстырды. Жалман өте сирек кездесетін үй тышқанына ұқсас кішкентай ғана жануар. Оқу тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Төменде берілген термин сөздерді анықтамасымен сәйкестендіріңіз. Енді тапсырма жауабын тексеріп көрейік. Биотикалық факторлар. Тірі ағзалардың бір-біріне әсері. Қоректік тізбек. Организмдердің бірінен екіншісіне энергияның берілу жолы. Қоректік тор. Бірнеше қоректік тізбектердің байланысуы. Екінші тапсырма. Қоректік тізбектің бірнеше түрлерін жасаңыз. Берілген сөздерді қолданыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.